Достар, ең алдымен видеоға түсірмес бұрын телефонымыздың настройкасын, яғни баптауларын дұрыстап алайық. Ең алдымен қарастыратын телефон моделіміз Samsung S8 телефоны. Оның настройкасын жасау үшін камераға кіреміз, видеозапись таңдаймыз. Видеозаписінің жоғары жағында настройка батырмасы тұр, соны басамыз. Размер видео. Осы жердегі разрешение таңдаймыз. Full HD 1920-1080 қазіргі телефондардың барлығы дерлік сондай форматта түсіреді. Бұл жерде біз таңдаймыз 60 кадр секунд. Яғни секундына 60 кадр видео қалыптасады. 60 кадр секунд жақсы жері ол видеоны баяулатқан кезде кадр әдемі шығады. Егер телефон настройкасында стабилизация видео деген тұратын болса, оған галочка қоямыз. Келесі қарастыратын телефон моделіміз Xiaomi Note 8. Android телефондарының барлығында дерлік настройкасы камерасында болады. Камераға басамыз және настройка батырмасына басамыз. Видеодағы. Міне қараңыз, стабилизация изображение тұр. Соған тоже галочка қойып қоямыз. Качество видео кіреміз. Качество видеоде міне 1080p. Яғни качествосы 1920-дан 1080. Бұл жерде 30 кадр секунд тұрған екен, біз 60 кадр секундқа ауыстырамыз. 60 кадр секунд Full HD тұра берсін. 4К түсірудің қажеті шамалы. Ол себебі көп салмақты алады, яғни мегабайтты. Тиімді емес. Full HD форматта дәл сондай қылып түсіреді. Келесі қарастыратын телефонымыз iPhone. iPhone-ның настройкасына кіреміз. Бұл жердегі камераға таңдаймыз. Камерадағы видеозапись таңдаймыз. Видеозапись 1080p HD 60 кадр секунд. Ал қарастырған осы 3 телефон моделі қалған телефондарда Huawei барлық телефондарда сондай 60 кадр секундқа қойыңыздар. Бүгін қатты жел соғып тұрген осы микрофонға қатты жел соғып білдіру мүмкін, сол үшін кешірім сұраймын. Телефонды дәл осылай ұстаймыз. Муха, тұра бер. Менің операторым бүгін інім Муха. Телефонды дәл осылай астынан дұрыс айналдыру үшін. Қараңыз, егер де сіз вертикалды түрде айналдыратын болсаңыз, сол қолыңызда немесе сіз сола қойып болсаңыз, оң қолыңызда осылай ұстап, мен оңға қаймын, сол үшін осылай маған ыңғайлы. Қараңыз, осылай плавно болып шығады. Қараңыз, оң қолыңызда осылай телефонды осылай ұстайсыз. Сол қолыңызды жоғардан. Оңнан солға немесе солдан оңға осылай. Ал егер де сіз горизонталды түрде видеоны айналдыратын болсаңыз, горизонталды түрде дәл осылай екі қолмен аяғыңызды дәл осылай бүгіп шығасыз. Осы айналдыру әдісін дұрыс жасау үшін аяғыңызды дәл осындай тізеңізді бүгіп, аяғыңызды дәл осындай қадамдармен жасау керек. Қараңыздар мені. Түсініңіздер ғой, да? Егер де сіз осы кадрды түсірген кезде аяғыңызды дәл осылай тік ұстайтын болсаңыз, ол кадрыңызда сізде дрожжение болады, яғни қалтырау. Ол кезде плавно болмайды. Және де сіз дәл орта қалған нүктені алуыңыз қиынға түседі. Сол үшін аяғыңызда осылай плавно болу үшін, кадрыңыз плавно болу үшін аяғыңызды бүгесіз. Міне оңнан солға қарай вертикалды түрде жүрем. Міне. Түсініңіздер ғой. Телефонды дәл осылай ұстап тұрмын. Ал енді горизонталды түрге көшетін болса, горизонталды түрде мен қазір осы камераға қарай барайыныз. Міне. Мен осы жақтан оңнан солға қарай жүрейін. 1, 2, 3. Ал енді түсінікті болу үшін мен дәл сіздерге осы камераға қарап тұрып айналдыратын боламын. Қазір 1, 2, 3. Және оң жағынан бастап шалқайтып бастаймын. Оң жағынан шалқайтып, оңнан солға қарай. Ал кеттім. 1, 2, 3. Дәл осылай айналдырған болатынмын. Алдыңғы іліспе сабағында. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Және бұл жерде айтатын маңызды нәрсе, кадрыңыз әдемі болу үшін сіз бір орында тұрған кезде барлығын айналдырып тастамаңыз. Сіз кішкене 2 метр жүріп, 2 метрдің жүргеннің аралығында айналдырам деп өзіңіз расчет жасаңыз. Қараңыз мына.
осы 2 метрдің ішінде 2 метр жүрген кезде, мына қараңыз, осы 2 метр жүрген кезде, сол 2 метр аралығында мен айналдыратын боламын деді.